Сіз Құдайға ұмтылуыңыз қажет. Иса туралы хабарды естіген әйел тобырдың ішінде оның арт жағынан жақындап келіп, шапанына қолын тегізді. Марқа жазған ізгі хабар 5 тарау 27 аят. Сол әйелдің алдында екі кедергі болды. Бірінші кедергі ол өз-өзіне күмәнданды. Мен сияқты пенде Құдайға қолын тигізе алар ма екен? Жауабы: иә. Екінші, тобырдың ішімен өтіп барып, Исаға жету. Жауабыңыз сізді Исаға жеткізбеу үшін қолынан келгенінің барлығын істейді. Ал сіз тәндік дүниеңізден рухани дүниеге қарай жаныңызды сала ұмтылуыңыз қажет. Сіздің істегеніңізге күмән келтіретіндерге: кешіріңіз, менің Исаға жетуім керек деп айтуыңыз керек. Сізді жолыңыздан тоқтатып, алаңдатқан адамдарға: кешіріңіз, уақытым жоқ, менің Исаға жетуім керек деңіз. Киелі кітапқа негізделмеген кеңестер берген адамға: ары тұрыңыз, мен Исаға бара жатырмын деңіз. Алғашқы қадам жасаңыз, сонда Құдай сізбен жұмыс істеуін бастайды. Әділдік: сен Құдайға бара алмайсың десе, мейірімділік сізді өткізеді. Заңсызды тоқтатуға тырысқан кезде рахым есікті ашып берді. Күнәһар әлем барма деп айтқанда, Құдай: кел, маған ұмтыл, мен сені күтіп отырмын деп сыбырлайды. Бұны оңай болады деп күтпеңіз. Жаңағы әйелдің жолында көптеген кедергілер болды. Талай адамдар оның жүрегіне үмітсіздік сезімін салған болатын. Дәрігерлердің пайымдаулары мен қарызға белшесінен батуы. Адамдар шығарған заңдар бойынша оның сауығуы еш мүмкін емес еді. Бірақ не болғанын қараңызшы. Исаның өмір беретін күші әлгі әйелдің тәнінің әрбір түкпіріне еніп, ол дереу сауықты. Егер сіз Құдайға қолыңызды тигізіп, жан сала ұмтылсаңыз, ол сізге де осындай кереметтер жасайды.